Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Асет. Бүгінгі сабақта біз сіздермен массивтерді қарастырамыз. Массивтер. Әдеттегідей PHP файлын алдымен сақтап алайық документімізді. Массив деген ат берейін документке. Массив.php сохранить. PHP документін жасайық. Оны да сақтаймыз. Енді мысалға бір массивті жасайық. Мысалға қалалар деген массив. Массив екенін біз array деген сөз жазу арқылы белгілейміз. Array және енді ішінде мысалға бірнеше қалаларды жазып шығайық. Сіздер білетін болсаңыздар, массив дегеніміз жалпы ол бір түрлі мәліметтен тұратын жалпы жиынтық деп айтсам болады. Мысалы, ол сандардан тұру мүмкін массив, немесе әріптерден, немесе сөздерден. Біздің мысалда біздің массив сөздерден тұрады. Ол сөздер болғанда, нақтырақ айтсам, қалалардың аттары. Астана, Алматы, Шымкент, Павлодар болсын. Міне, қазір біз сіздермен бір массив жасадық. Ол массивтің ішінде 1, 2, 3, 4 элемент бар. Массивтің элементтері 0-ден басталып саналады. Мынау 0-ші элемент, мынау 1-ші элемент, мынау 2-ші элемент, мынау 3-ші элемент санайтын болсақ. Енді осы элементтердің біреуін біз браузерге шығарып көрейік. Мысалға echo қалалар мысалға 2-ші элементін шығарайық. Сақтаймыз, браузерге өтеміз. Массив. Мінекей, Шымкент шықты бізде. Неге Шымкент шықты? Дұрыс, өйткені ол Астана 0, Алматы 1, Шымкент 2-ші элемент болып тұр бұл массивті. Сол себепті ол бізге Шымкент шықты. Енді егер біз массивтің барлық элементтерін шығарғымыз келсе, онда біз оны бұл жерде циклды қолдансақ болады. Мысалға for циклын алайық. I тең 0, өйткені бізде массив 0-ден басталады. Санақ I 4-тен кіші болғанша жерге инкремент қойымыз. Демек, бірге көбейет I өсет. Енді қалалар, мына жерде 2-нің орнына біз I-ді жазамыз. Сонда бұл жерде бізде не болады? Қараңыздар. Мына жерде бізде I 0-ден басталады. Сонда мына жерде ол бірінші 0 болады. Бірінші айналымда. Сонда қалалардың 0-ші элементі ол Астана. Сосын I өседі. 1 болған кезде ол Алматыны көрсетеді. I 2 болған кезде Шымкентті көрсетеді. 3 болған кезде Павлодарды көрсетеді. Міне, жарайды. Дұрыс, енді қазір тексеріп көрейік.
тоқтаймыз. Мына жерде жаңартамыз. Міне сіз көріп тұрғандай Астана, Алматы, Шымкент, Павлодар. Бірақ бәрі кішкене жабысып қалды. Оны ажыратып істесек болады. Ол үшін мына жерде арнайы жалғау, орысша айтқанда сцепление дейді. Оператор сцепления. Жалғау операторы деп айтсақ бола ма? Осыған біз BR тегін жалғасақ болады. BR ол HTML тегі, HTML-дің тегі. BR деген брейк. Оны алдыңғы сабақтарда мен айтып өткем сіздерге. Сонда енді қазір ол бәрі бірінің асты бірі шығу керек. Жаңартамыз. Мінекей, мен айтқандай Астана, Алматы, Шымкент, Павлодар. Біздің жаңағы массивтің элементтері бәрі шықты. Жалпы массивтарды өте қолданатын бағдарламаларда өте кеңінен қолданады, кең таралған қолданыста. Сонымен жалпы осы сабақ массивтерге қатысты мен айттым барлығын. Егер сұрақтарыңыз болса, маған поштама жазыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.